үлкендігінен еш кем емес үй жағдайында осындай жұмсақ браникеттер жасайтын боламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан керемет болып шығады. Сәлем баршаға, сіздермен Алтынай. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Менің каналыма тіркеліп, қолдап және де достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақша каналының дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетсеңіздер қуанып қалар едім. Браникке ең алдымен 2 жұмыртқаның сарысын және де бір ақ уызын саламыз. Бір ақ уызын алып қоямыз. Одан кейін үстіне сахар салып, жақсылап араластырып, жылы сүт құямыз. Жылы сүт құйып, кішкене дәміне қарай тұз және де май. Жақсылап араластырып аламыз да үстіне ұнымызды саламыз және де қопсытқышымызды салатын боламыз. Осылай араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қолға жабыспайтын қамырды илеп шығамыз. Қамырымызды жақсылап илеп болғаннан кейін қамырымыздың үстіне кішкене сұйық май құйып, ары-бері ұрғылап, осылай бетін жауып, жылы жерге қоямыз. 20 минуттан соң алып, осылай зуалай етіп жайып шығамыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, 1 сантиметрдей қалыңдықта жаятын боламыз. Осылай барлығын жайып болғаннан кейін кез келген формамен осылай дөңгелетіп немесе жұлдызша етіп кесіп шығасыздар. Барлығын осылай кесіп болғаннан кейін фольгаға, то есть пергамент қағазына осылай жақсылап орналасып шығасыздар. Міндетті түрде пергамент қағазын қолданыңыздар. Осылай қолданып барлығын қойып шығамыз. Бетіне ештеңе жақпаймыз. Осылай қойып пісіріп аламыз. 180 градуста 20 минутта пісіп шығады. Сосын осылай біз бетіне жағатын ақ уыздан керемет крем жасайтын боламыз. Жаңағы бір ақ уызды саламыз, сосын үстіне 6 кішкентай қасықпен қантымызды салып, кішкене лимонның суын құйып жібереміз де жақсылап миксерлейміз. Одан кейін осындай масса шығады. Пісіп шыққан браниктеріміз өте жұмсақ болды. Суытып, осылай үстіне дайын болған кремімізді құйып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығын біркелкі араластырсаңыздар керемет болып шығады. Араластырып болғаннан кейін барлығын тақтайға орналастырып шығамыз. Кемінде 2 сағат тұрады. 2 сағаттан кейін керемет болып қатады. Мінекей, сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Өте керемет болып шығады. Балаларыңызға міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса сақтап, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздермен болған Алтынай. Мені жоғалтып алмас үшін менің парақшама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі салған жаңа видеолар сіздерге көрініп отыратын болады. Ал ас болсын, сіздермен болған Алтынай. Менің парақшам пайдалы. Сау болыңыздар.